Қасиетті пирогтар. Христофор Колумб, Испания королі мен патшайымына осылай жүгінудің қажеті шамалы. Саған не болды? Жарайды. Біз Үндістанға жаңа сауда жолын іздеп жатқанымызды білесіз бе? Солай емес пе? Иә. Ал жер дөңгелек. Солай емес пе? Иә. Сондықтан жаңа жол. Жерді кемемен айналып өту, солай емес пе? Иә, мен жүзіп бара жатырмын. Солай ма? Жақсы. Мен Үндістанға жүзіп бара жатырмын. Иә, бірақ жоқ. Мен Үндістанға жүзген жоқпын. Мен жүзген жоқпын. Нүктеге жақынырақ. Жалпы, сіз мұхитта тағы бір бүтін. Оның анасы континент бар екенін білесіз бе? Сонымен, және неге бұл мені алаңдату керек? Кешіріңіз, мен бұл туралы айтуды ұмытып кеткен сияқтымын. Ол алтынға толы. Алтын. Қазан айында 1492 Колумб орталық Америка аумағына қонды. Ол жерден ол толығымен шығып кетті. Ол бір топ алтынды, зергерлік бұйымдарды, адамдарды және гамак. Содан кейін ол осы байлықтың барлығын, соның ішінде темекі, ананас, күркетауық және гамак сияқты бірнеше оғаш заттарды көрсету үшін үйіне оралды. Мен сенің қазір не ойлап жүргеніңді білемін. Бірақ Колумб Американы ашқан жоқ. Мұны оған дейін викингтер жасаған. Және сіз ішінара дұрыс боласыз. 11 ғасырда Лейф Эриксон Америка жағалауына қонған алғашқы еуропалық болды. Викингтер Американы ашты, ал сіз танктер әлемін аша аласыз. Танктер қазіргі әскери тарихтың маңызды бөлігі болып табылады. Бірақ олардың барлығын айту үшін көп уақыт қажет. Бірақ егер сіз өзіңізге World of Tanks ойынын орнатсаңыз, сіз жүздеген әртүрлі жауынгерлік машиналармен танысып қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі тарихи орындардағы динамикалық шайқастарда тамаша уақыт өткізе аласыз. Мұнда сізді адреналин, тактикалық шешімдер, ұрыс жүргізу стратегиясын әзірлеу, техниканы айдау және сіз жеңген қарсыластар күтеді. Сипаттамадағы сілтеме бойынша тіркеліңіз, сыйлық ретінде бір апталық премиум аккаунт, 400 000 күміс және тетрарх танкін алыңыз. Сонымен біз алаңдадық. Колумб, көңілді, гамак, кенеттен барлығы жаңа әлемді зерттеп, оны жаулап алуға тырысты. Жергілікті тұрғындармен және бір-бірімен бірнеше 100 жылдық соғыстан кейін еуропалықтар көптеген аумақтарды, соның ішінде француздар мен ағылшындар бөлісе алмайтын жерлерді отарлады. Франция бір кездері мен мұнда бекіністер саламын деп айтқан болатын. Англия неге олай? Мүмкін емес пе? Біз мұны істей алмаймыз. Франция жауап беріп, өз бекіністерін тұрғызды. Бұл Англияны ашуландырды және олар сол жерге ағылшындар мен жергілікті американдықтардан тұратын әскердің басында тұрған Джордж Вашингтон есімді перспективалы подполковникті жіберді. Қысқа шайқастан кейін француз қолбасшысы «Жарайды, біз бас тартамыз», деді. «Ой, балалар, біз бұрылып жатырмыз. Ой, кешіріңіз, мен мұны істеуім керек емес пе еді?» Бәрібір, бұл әлі де тарихтағы ең үлкен 7 жылдық соғысқа себеп болмайды. Одан кейін 7 жылдық соғыс жүріп, айтпақшы, Ұлыбритания жеңді. Бейбіт келіссөздер кезінде Испания Ұлыбританияға Флориданы берді. Ал Франция солтүстік Америкадағы колонияларынан мүлдем бас тартты. Алайда жеңіске жету үшін Ұлыбританияға 60 миллион фунт стерлинг қажет болды. Ел құлдырауға ұшырады және алынған несиелердің бір тобын қандай да бір жолмен төлеуге тура келді. Сондықтан ол өз колонияларына жүгінді. Сондықтан мұқият тыңдаңыз. Сізді француздардан қорғау үшін соғыста көп уақыт қажет болды. Сондықтан қазір менің қалтам бос. Оны кесіп тастайсың ба? Мен сенің не айтып тұрғаныңды толық түсінбеймін. Тағы да, мен сені француздардан қорғау үшін 1 тонна қамыр жұмсадым. Солай ма? Солай. Мен қазір банкротпын. Иә, көңілсіз. Тыңдашы. Мен сені қорғап банкротқа ұшырадым. Енді маған ақша керек. Менің күш жігерім үшін маған біразын қайтарып бере аласыз ба? Өтінемін. Жоқ. Окей. Онда сен көп салық төлеуің керек. 1764 күні Ұлыбритания қант туралы заң қабылдады. Бұл колонияларды тек Ұлыбританиядан қант пен меласы әкелуге және ол үшін баж салығын төлеуге мәжбүр етті. 1 жылдан кейін өте даулы мемлекеттік баж салығы туралы заң қабылданды. Ол келесіде жұмыс істеді. Керемет, дүкенші. Сәлем, Банглбери. Міне, сіздің лашығыңыздың құжаты. Сен трепенейсің. Тоқта. Бұл не болды? Жаңа салық. Мен берген кез келген қағазға мөр басамын. Ал сен ол үшін төлеуің керек. Мына кітапшаны көргің келе ме? Мұнда бәрі боялған. Иә, кел, жарайды. Шай іш, 2 тиынсың. Қандай қаңылтыр? Білесің бе? Маған бір палуба карта берші. Мен бар ақшамды қайғыдан алып тастайын. Жарайды. Батылы бар ма? Керек емес. Пам. Отарлаушылар дәл солай екені анық. Балалар, бұл жаңа салық. Сен ақымақсың. Біраз уақытқа дейін олар салыстырмалы еркіндікке қанағаттанып, билік олардың қолында деп ойлады. Бірақ Ұлыбритания кенеттен бақылауды күшейтті және колониялар өздерін ерекше бақытсыз сезінді. Өйткені олардың парламентте осы заңдардың барлығы қабылданған бірде-бір өкілі болмады. Сондықтан олар бүлік шығарды. Спикерлер жалынды сөздер айтты. Адамдар британдық тауарларға бойкот жариялады. Ал Ұлыбритания жағында қалғандар
өте қолайлы жағдайда болмады. Мұның бәрі біріккен корольдіктің экономикасына одан әрі әсер етті және 1-2 жылдан кейін британдықтар марка туралы заңның күшін жоюға мәжбүр болды. Бізге әлі де ақша керек. Оны қайдан алуға болады? Сіз колонияларға салық сала аласыз. Бұл тамаша идея, біз дәл осылай істеп жатқан сияқтымыз. Және біз бәрібір есегімізде. Досым, қарашы, мен керемет көрінемін. Сіз одан да әдемі адамды көрдіңіз бе? Әрине, жоқ. Джордж Шипутсик. Сен жер бетінде өмір сүрген патшалардың ішіндегі ең сүйкімдісің, ақылдысың және танымалсың. Сені бәрі жақсы көреді. Иә, жүре бер, мәртебелі. Әй, сен әлі осындасың ба? Сәтсіздікке ұшыра. 1766 жылы Ұлыбритания не болды? Не істейміз деген сөздермен декларация шығарады. Біздің құқығымыз бар. Сорыңыз. Және колонияға импортқа көптеген жаңа салықтар салады. Сіз шыны сатып аласыз, салық төлейсіз, қарындаш, салық төлейсіз, қағаз, шай, май, салық төлейсіз. Және тағы да бәрі домалақ. Адамдар британдық тауарларға бойкот жариялады. Ақша да жоқ. Салықтарды алып тастау керек. Шектен шыққан. Бұл менің колонияларым. Мен оларға қандай да бір жолмен билік жүргізуім керек. Шайға салынатын салықтан басқа барлық жаңа салықтарды алып тастаңыз. Оған қоса билікті басып алу үшін Бостанға 1000 әскер жіберіңіз. Иә, және қоныс аударушыларды олар үшін төлеуге мәжбүр етіңіз. Британдық әскерлер Бостанға кіргенде ауадағы шиеленісті пышақпен кесуге болады. Жағдай шарықтау шегіне жетті. 5 наурызда бір топ жергілікті патриоттар британдық күзетшілерге түрлі балағат сөздер айта бастады. Біраз уақыттан кейін оларға көбірек адамдар қосыла бастады. Ал әскерилер ағаларына қолдау көрсетіп, британ күзетіне тартылды. Британдықтарды қар түйіршіктері, содан кейін тастар, содан кейін снарядтар лақтырды. Сарбаздар саны азайып, үрейленді. Сондықтан бірінен соң бірі және жақсы, сіз түсінесіз. 5 адам қаза тапты. Бұл хабар бүкіл колонияларға тез тарады. Бостандағы қырғын, қатыгез британдықтар жасаған Бостан тұрғындарына қарсы жасалған ауыр қылмыс. Ашу күшейе берді. Британдық шхунер жиналған салықтары бар. Род-Айлендте қалып қойған. Жергілікті тұрғындар оны өртеп жіберді. Массачусетс губернаторының бұл қозғалысты қолдайтынын білгенде, жергілікті тұрғындар да оның үйін өртеп жіберді. Ал отаршылдар енді шайға салынатын жалғыз салық қалды деп үміттене алады. 16 желтоқсанда 1773 патриоттар тобы, Бостандық ұлдары деген атпен белгілі, жергілікті американдықтардың кейпіне еніп, Бостан шығанағына жақындап, шай тиелген британдық сауда кемесіне мініп, мыңдаған адамдардың көзінше 4,5 тонна шайды лақтырып жіберді. Британдықтар үшін бұл жеркенішті және қолайсыз болды. Және олар кек алуды шешті. Олар бас ассамблеяны таратып, олардың жарғысын жойды және қаланы басып алу үшін тағы 3000 әскер жіберді. Бұл бір ғана нәрсені білдірді. Бостон мен Массачусетс қазір Ұлыбританияға тікелей бағынады. Мұның халықты қалай ашуландырғанын елестете алмайсың. Басқа колониялар не болып жатқанын көргенде, олар келесі болуы мүмкін деп қорықты. Сондықтан олар әрі қарай не істеу керектігін түсіну үшін барлығына ми шабуылын ойлап тапты. 12 колонияның 55 өкілі Филадельфияда бірінші құрлықтық конгресске жиналды. Олар Американың батырларын бетпе-бет білу үшін қоңырау шалды. Сонымен көрнекті заңгерлер мен Джонни И мен Джонни Джей, тәжірибелі әскери қолбасшы Джордж Вашингтон, кәсіпкер және Бостандағы алкоголь өнеркәсібінің болашақ есімі Сэмюэл Адамс, жалынды шешен Петти Ич, бай адамға үйленген жігіт үлкен Джон Диккенсон. Бірінші конгресте Джеймс Мэдисон, Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон және Александр Гамильтон сияқты есімдер әлі естілген жоқ. Бірақ біраз уақыттан кейін олар әлі де өз рөлін ойнайды. Ал қазір ең бастысы Ұлыбританиямен не істеу керектігін шешу болды. Ұзақ уақытқа созылған дау-дамайдан кейін барлығы мәселенің тамаша шешіміне келді. Олар британдықтардан оларды жалғыз қалдыруды сұрайды. Бізді жалғыз қалдыр. Жоқ, балалар, бұл нәтиже бермеді. Содан кейін жергілікті тұрғындарға қарулануды және 1 минуттық дайындықта болуды айт. Ал қазір барлық колонияларда мұндай минутмендер Америка революциясының басталуының белгісін күтіп тұрды. Сенің колонияларыңның жынданып кетуі бір бөлек, қолыңа қару алып. Енді сенде күрделі мәселе бар. Британдық генерал Томас Гейдж Бостаннан келген 700 әскери бөлімге Конкордтағы көтерілісшілер басып алған қару жарақ дүкендерін жою үшін көтерілісшілердің бақылауындағы ауылдық жерлерге кіруді бұйырды. Британдықтар операцияны түннің бір уағында бастады. Патриоттар, соның ішінде Пол Ривер, барлығына британдықтардың келе жатқанын хабарлауға асықты. Көтерілісшілерге аздап дайындалуға уақыт бергеннен кейін қақтығыстың екі жағы да таң атқанда Лексингтонда кездесті. Олар бір-біріне қарама қарсы тұрып,
күтпеген жерден бірінші оқ атылғанша таңғалды. Бүкіл әлем естіген бұл атыс американдық революциялық соғыстың басталғанын көрсетті. Көтерілісшілердің саны аз болды және Конкордқа шегінуге мәжбүр болды. Ал британдықтар қару жарақ қорын іздеу үшін екіге бөлінді. Бірақ ол кезде көтерілісшілер саны артып, британдықтар қазір азшылықта болды. Ал әлемдегі ең кәсіби армия қарапайым американдық минутемандармен болған қысқа шайқастан кейін Бостонға шегінуге мәжбүр болды. Бостонға барар жолда дұшпандық көтерілісшілер шегініп бара жатқан адамдарды атуды жалғастырды. Британдықтар Бостонға жеткенде олар қоршауға алынды. Осы уақыт ішінде қаланың айналасындағы судағы қақтығыстар да жалғасты. Бірақ бұл бәрі емес. Британдықтар тағы бір қорлайтын соққыға төтеп беруге дайын болды. Бұл жолы Нью-Йоркте полковник Бенедикт Арнольд Ұлыбританияның Тикандерага бекінісін басып алу жоспарын ойлап тапты. Онда көптеген қару, жарақ пен әскери техника сақталған. Ол бекініске жалғыз өзі барды. Жолда әскер жинаймын деп үміттенді. Бірақ күтпеген жерден Этан Аллен бастаған жасыл тау жігіттерін кездестірді. Оның жоспары дәл осындай екені белгілі болды. Сондықтан олар бірлесіп жұмыс істеуге бел буды. Бірақ мен басқарамын. Жоқ, мен басқарамын. Жоқ, мен, жоқ, мен. Бұл дау біраз уақытқа созылды. Бірақ Грин таудағы жігіттер кетеміз деп қорқытқанда Арнольд көнуге мәжбүр болды. Бұл Кампашка бекініске түнде барлық күзетшілер ұйықтап жатқан кезде жетіп, барлығын таңғалдырды. Бір таңқаларлығы, оларға ешқандай қарсылық көрсетілмеді. Керемет жұмыс, Этан сымбатты, әсерлі. Айтпақшы, бізде фортты алуға жіберген жігіт туралы не деуге болады? Қандай жігіт? Бенедикт Арнольд. Мен бұл туралы естіген жоқпын. Бұл сұмдық. Не болып жатқанын ешкім түсінбеді. Колониялар ашық, қарсылық көрсетті. Тіпті жеңіске жеткендей болды. Сондықтан, король Джордж генерал Гейджді қызметінен босатып, оның орнына генерал Уильям Хоуды тағайындады және оған бұл заңсыздықты дереу тоқтатуды тапсырды. Жарайды. Британдықтар істегендерінің бәрін төлеу керек. Бізге тұрақты әскер жинау керек. Алдымен бас қолбасшыны таңдау қисынды. Менің ойымша, бір ғана нұсқа бар. Бұл аңызға айналған Джордж Вашингтон болуы керек. Достарым, мен сенің маған сенетіндігіңе және мұндай құрметті мүлде күтпегеніңе таң қалдым және қатты мақтандым. Тоқта, сен соңғы 10 айда бұл әскери киімді шешпедің. Сенің мұны қалайтыныңды бәріміз жақсы білеміз. Сондықтан ерекшеленбе, Джордж. Мені жалғыз қалдыр. Джордж Вашингтон жаңа әлеуетті континенттік армияны басқару үшін Бостонға сапарын бастады. Британдықтар қоршаудан шығу үшін алғашқы маңызды әрекетін жасаған кезде олардың Бункер Хилл төбелерін басып алу жоспары болды. Бірақ тыңшылар көтерілісшілер армиясына британдықтардың ниеті туралы ескертті. Сондықтан олар биіктікті нығайтып, сол жерде қорғанысқа ие болды. Шайқас күні келді. Британдықтардың шабуылы кезінде континенттік армия оларды үнемі оқ жаудырды. Британдық әскерлер 2 рет биіктікке көтерілуге тырысты және 2 рет кері қайтарылды. Шайқас континенттік армияның әскери техникасы таусылғанша және шегінуге мәжбүр болғанша 3 сағатқа созылды. Бұл британдықтарға Бункер Хиллді басып алуға мүмкіндік берді. Ресми түрде британдықтардың жеңісі 1000-ға жуық адамның өмірін қиды. Ал континенттік армия 400 адамнан айырылды. Көтерілісшілер Ұлыбританияға бұл жай ғана көтеріліс емес, нағыз соғыс екенін дәлелдеді. Бірақ бір нәрсе бар. Бірақ олар нақты не үшін күресіп жатқанына әлі сенімді емес еді. Кейбіреулер тәуелсіздік деген сөзді үнемі лақтырып отырды. Бірақ көпшілігі әлі де Ұлыбританиямен қарым-қатынасты қалпына келтіруге үміттенді. Сондықтан олар король Джорджға хат жолдап, былай деп жазды. Керемет, қарт, сәттілік сенің жағыңда емес сияқты. Бауырластық, салықтарыңды алып тастап, бейбіт өмір сүрейік. Мен тепкілеймін. Сенікі, есек. Колонияларға арналған хабар. Оны оларға жібер. Мәртебелі, сіздің қолжазбаңыз солай. Сен сенімдісің бе? Жібер, мен айттым. Ал, онда не бар? Мен сенікін жатқызамын. Херасе, келесі жылдары колония аумағында кішігірім қақтығыстар жалғаса берді. Британдықтар Ұлыбританияға қарсы әрекеттері үшін, кек алу үшін Фалмут, Массачусетс және Норфолк, Вирджинияны өртеп жіберді. Бұл оқиғалар британдықтарға қарсы үгіт насихатқа ғана әсер етті. Мұхиттың арғы жағында Ұлыбритания қатыгез аң болып саналды. Францияда, Испанияда көп ұзамай американдықтарға көмек жібере бастады. Осы уақыт ішінде оңтүстік колонияларда патриоттар мен монархистер арасында кішігірім қақтығыстар болды. Бенедикт Арнольд атақтан ұмтылумен ғана айналысты.
Сондықтан ол өз күштерін Канадаға екі бағытта басып кіруге бағыттады. Континенттік армия бірнеше британдық бекіністер мен Монреаль қаласын басып алды. Алайда көп ұзамай қатты боран мен шешек індеті оларды Форт Тикондерагаға дейін шегінуге мәжбүр етті. Айтпақшы, қару, жарақ пен әскери техника туралы айтқанымыз есіңізде ме? Сондықтан бұл жігіт мұның бәрімен не істеу керектігін біледі. 2 ай бойы қатал қыста ол Джордж Вашингтон мен оның құрлықтық армиясы Бостонды қоршауға алғанға дейін 480 шақырым қашықтықта бұқалармен 54,5 тонна қару жарақ тасымалдады. Қазір Вашингтонда зеңбіректер бар. Бұл өте пайдалы болды. Өйткені оның әскері қатты тоңып, оның қашан бітетінін және енді олар әрекет ете алатынын ғана ойлады. Вашингтон қалаға шабуыл жасағысы келді. Бірақ оның кіші офицерлері британдық бекіністердің тым күшті екенін айтты және Құдайға шүкір, Вашингтон басқалардың идеяларын тыңдап, ескеруді білді. Осылайша, түнде континенттік армия өз күштерін Дорчестер биіктігіне бағыттады. Онда олар қаруларын дайындап, қаланы биіктен тексерді. Ал британдықтар қаруды көргенде, олардың қақпағы бар екенін түсінді. Олардың позициялары мүлдем қорғалмаған болып шықты. Бұл фиаско. Олардың қаланы тапсырудан басқа амалы қалмады. Бортында 9000 британдық пен 2000 монархист болған 120 кеме айлақтан шығып, жүзіп кетті. Бұл Джордж Вашингтонның соғыстағы алғашқы жеңісі болды. Содан кейін ол өз әскерін Нью-Йоркке жіберді. Өйткені ол британдықтар қайтып келгенде, олар сол жерге қонуы мүмкін деп ойлады. Бұл арада Томас Пейн есімді мейірімді жүзді адам өзінің парасаттылық атты брошюрасын басып шығарды. Онда ол ақш-тың Ұлыбританиядан толық тәуелсіздігін жақтады. Ол тез арада колонияларға тарап, Америка құрама штаттарының тарихындағы ең танымал басылымға айналды. Ол тавернадан, конференция залдардан бастап, барлық жерде оқылды. Тәуелсіздік идеясы осылай танымал болды. Тіпті Конгресс бұл туралы шындап ойлана бастады. Ресми құжатты, тәуелсіздік декларациясын жазу үшін Томас Джефферсон таңдалды және ол шынымен де абдырап қалды. Ол барлық адамдар тең және өмір сүру, бостандық және өз бақытын іздеу құқығы сияқты белгілі бір ажырамас құқықтарға ие деп жазды. Оның 100-ден астам құлы болған ештеңе жоқ. Тек қана бастап. 2 шілдеде Конгресс тәуелсіздікке дауыс берді. Ал Джон Адам бұл күнді ақш тарихындағы ең маңызды және ең құрметті күн деп жариялады. Рас, ресми Америка 1-2 күннен кейін ғана тәуелсіз болды. Америка құрама штаттары осылай пайда болды. Енді артқа жол жоқ. Американдықтар Нью-Йорктегі король Джордждың мүсінін бұзып, оны 42 мыңға ертіп жіберді. Мушкет оқтары. Бұл Ұлыбритания үшін сатқындық болды. Егер король өз жолын тапса және бүкіл конгресс дарға асылса, британдықтар туралы айтатын болсақ, кім қайтып оралғанын ойлап көріңізші. Король барлығын қорқыту үшін бортында 25 мың адамы бар 130 әскери кемені Нью-Йоркке жіберді. Вашингтон жердегі ең қуатты армияға қарсы тұру оңай болмайтынын білді. Британдықтар Статен-Айлендке бет алды. Ал американдықтар Бруклин Хайтс маңында қорғаныс позициясын ұстанып, шабуыл жасауды күтті. Дегенмен, британдықтар жай ғана күтті. Олардың жүйкесін тоздырды және осылайша өзіне деген сенімділікті арттырды. Көп ұзамай олар артиллериялық оқ жаудырды. Содан кейін олар, егер біз сенің орныңда болсақ, бейбітшілік үшін дұға етер едік, деді. Бірақ Вашингтон, қай жерде екенін өзің білесің, деді. Американдықтар позицияларын сақтап қалды. Бірақ көп ұзамай шайқасатын кез келді. 15 мыңыншы армия американдық әскерлердің позициясына жетіп, екі жақта атысты бастады. Бірақ американдықтар мұның тұзақ екенін түсінбеді. Ұлыбританияның негізгі күштері артқы жағынан соққы беруге бағытталды. Мұндай жоспар Америкадан үлкен шығынға ұшырады. Олар үрейленіп, Бруклин Хайтқа шегініп, өздерін бұрышқа тіреді. Жеңіске деген үміт мүлде жоқ сияқты көрінді. Бірақ бақытымызға орай, британдық әскерлер қоршауды бастап, шабуыл жасау туралы ойларын өзгертті. Түнде қалың тұман түсіп, Вашингтон армиясының өзеннен байқалмай өтуіне мүмкіндік берді. Британдықтар Манхэттеннің түкпір-түкпірінде қуып жетуді жалғастырып, жауға шабуыл жасады. Американдық армия жеңіліске ұшырады. Бұл апат болды. Вашингтонның көшбасшылығы енді күмән тудырды. Өйткені мыңдаған әскери тұтқындар сатқындық үшін шіріп кетті. Вашингтон армиясы Пенсильвания арқылы Нью-Джерси